Қайырлы күн, құрметті Қанай ауыл тұрғындары. Енді өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бөрлі аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасымын, Қаржауов Ерлан Аманжолұлы. Енді қазіргі таңда 5 ауылдық округ әкімдерінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңның Бөрлі аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2025 жылы 15 мамырдағы номері 5 қаулығына енгізген Ақсу, Бөрлі, Қанай, Қарағанды, Қарақұдық ауылдық округ әкімдерінің сайлау тағайындалған. Күнтізбелік жоспарға енгізген іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда Қанай ауылдық округ бойынша 3 үміткер өз-өзін сайлап, сайлау үгіт-насихат жұмыстар жүргізіп жатыр. Добрый день, уважаемые участники дебата. Как известно, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан о выборах, постановление территориальной избирательной комиссии Бурлинского района номер 5 от 15 мая 2005 года назначены выборы акимов Аксусского, Бурлинского, Канайского, Карагандинского, Каракудукского сельского округа. По основному календарному плану проводятся мероприятия. На сегодняшний день у вас по Канайскому сельскому округу зарегистрированы 3 кандидата. Работает одна избирательная участковая комиссия в составе 5 человек. Выборы назначены на 22 июня. И просим всех прийти на избирательный участок с удостоверением личности и проголосовать за кандидата, который вам понравится. Для проведения дебатов слово представляется модератор Хаматова Жанагуль Бимбетовне. Рахмет. Қайырлы күн, Қанай ауылдық округының сайлаушылары. Біз бүгін Қанай ауылдық округі әкімінің сайлауына байланысты кандидаттардың пікір сайысын өткізуіне жиналып отырмыз. Біз бүгінгі округ әкіміне кандидаттардың қатысуымен өтетін пікір сайысты Қанай ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуы тақырыбына арнауды жөн көрдік. Өйткені әкімдікке де, үміткерлерге де ауыл тұрғындарының мақсат мүддесі туған ауылдың болашағымен тығыз қабысып жатыр. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңына сәйкес және Бөрлі ауданының аумақтық сайлау комиссиясының 2025 жылғы 15 мамырдағы номер 5 қаулысы негізінде Ақсу ауылдық округі әкімінің сайлауы тағайындалған болатын. Осы сайлауға қатысу үшін 3 адам өз кандидатураларын ұсынды. Канашев Бейімбет Сәкенұлы, Стамғазиев Есенаман Жұмажанұлы және де 3-ші кандидатымыз Сандыбекова Алмагүл Беркінғалиқызы. Өзін-өзі ұсыну әдісімен ұсынылды. Барлығы аудандық аумақтық сайлау комиссиясында тіркелді. Как известно, в 2021 году впервые в истории независимого государства прошли выборы, на которых акимы сельских округов избирались непосредственно народом. Инициатором важной для Казахстана политической кампании выступил глава государства. Как отметил президент нашей страны, эта избирательная кампания представляет собой новый этап политической модернизации. В Бурлинском районе этим методом были избраны акимы сельских округов, которые сейчас оказывают государственные услуги. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 113 Конституционного закона Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан и на основании решения Бурлинской районной территориальной избирательной комиссии от 15 мая 2025 года объявлены выборы акима Бурлинского сельского округа. Для участия в этих выборах выдвинули свои кандидатуры 3 человека. Все выдвинулись методом самовыдвижения. Канашев Бейімбет Сәкенович, Стамғазиев Есенаман Жұмажанович, Сандыбекова Алмагүл Беркінғалиевна. Уважаемые жители села, сегодня мы проводим предвыборные дебаты с кандидатами. Вы познакомитесь с кандидатами, ознакомитесь с программами, сможете задать интересующие вами вопросы. Пікірсайысқа осы 3 үміткер қатысады. Біз бүгінгі пікірсайысқа Қанай ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық даму тақырыбын таңдап алдық. Дода 3 кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде ауыл әкімдігіне үміткерлер өздерінің сайлауалды бағдарламаларымен таныстыратын болады. Екінші бөлімде кандидаттардың бір-біріне сауал қою арқылы келешек жоспарымен тиімді мәселелерді шешу жолындағы өз жоспарларын айтатын болады. Және де 3-ші кезеңде пікірсайысқа қатысып отырған ауыл тұрғындарының кандидаттарға өз сауалдарын қоя алады. Тараптар пікірсайыстың осы ережелерін бұлжытпай сақтауға тиіс.
Пікірсайыс Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының Facebook ресми парақшасында тікелей эфирде көрсетілуде. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтап алу үшін жеребе өткізетін боламыз. Жеребьевкаға келе қойсаңыздар. Номерларыңызды айта қойсаңыздар. Қанашев Бейімбет Сәкенұлы, сіздікі 1-ді, 2, және де сіздікі 3. Көп рахмет. Құрметті қатысушылар, пікірсайыс бастамас бұрын кандидаттардың өмір баянымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Уважаемые приглашенные, разрешите ознакомить вас с автобиографиями кандидатов. Бірінші кандидатымыз Қанашев Бейімбет Сәкенұлы 1989 жылы 23 қаңтарда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Білімі жоғары. 2013 жылы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру мамандығын, 2022 жылы Басқару және өндіріс академиясының құқықтану мамандығын аяқтаған. Еңбек жолын 2014 жылы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті, Батыс Қазақстан облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы, Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Бөрлі филиалының біліктілігі жоғары деңгейлі маманы болып, кейін 15-22 жылдар аралығында азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалында әртүрлі қызметтер жасаған. 2022 жылы Бөрлі ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы, кейін секторының меңгерушісінің қызметін атқарған. 2025 жылдың ақпан айынан бастап Бөрлі ауданының сәулет, қала құрылысы және де құрылыс бөлімі басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды. Жалпы қызмет өтілі 11 жыл 6 ай, мемлекеттік қызмет саласында 2 жыл 8 ай. Екінші кандидатымыз Тамғазиев Есенаман Жұмажанұлы 1984 жылы 11 маусым күні Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Білімі жоғары. 2006 жылы ауыл шаруашылық колледжінің мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы мамандығын, 2019 жылы Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық университетінің дене шынықтыру және спорт мамандығын бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 2006 жылы Батыс Қазақстан облысы Ақсай Газпром Энергия акционерлік қоғамының қауіпсіздік инспекторы, 2007 жылдан бастап 2018 жылдар аралығында Бөрлі ауданының білім беру ұйымдарында дене тәрбиесінің мұғалімі болып қызмет еткен. 2018 жылы Бөрлі ауданының балалар жасөспірімдер спорт мектебінің меңгерушісі қызметін атқарды. 2020 жылдан қаңтар айынан бастап Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының Бөрлі ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесінің басшысы лауазымына тағайындалды. Жалпы қызмет өтілі 19 жыл. Үшінші кандидатымыз Сандыбекова Алмагүл Беркінғалиқызы 1987 жылы 25 қазанда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Білімі жоғары. 2009 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің туризм мамандығын, 2011 жылы Еуразия академиясының құқықтану, 20 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығын тәмамдады. Еңбек жолын 2010 жылы Бөрлі аудандық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің әдіскері болып, 2011 жылы Бөрлі ауданының жұмыспен қамту орталығының маманы, 13 жылы Бөрлі ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің демалу орталығының заңгер кеңесшісі, 16 жылы Бөрлі ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы, 2019 жылы Бөрлі ауданының азаматтық хал актілер тіркеу бөлімінің басшысы, 23 жылы Бөрлі ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы, 24 жылы Бөрлі ауданы әкім аппаратының құжаттамалы қамтамасыз ету және өтініштер бөлімінің басшысы қызметін атқарған. 2025 жылдың сәуір айынан бастап Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Бөрлі ауылдық округі әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалды. Мемлекеттік қызметтік өтілі 9 жыл 2 ай, жалпы қызмет өтілі 14 жыл
4 ай. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтап алу үшін жаңағыдай жеребьевка сұрылды. Бірінші, екінші, үшінші кандидатымыз анықталды. Ендеше бірінші кезеңімізді бастаймыз. Сайлау алды бағдарламасымен таныстыру. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, кандидаттардың осыған дейін атқарған қызметімен және олардың өмір жолымен таныс болдыңыздар. Енді әр кандидатқа сіздердің алдарыңызда өз бағдарламасымен таныстыруға мүмкіндік берейік. Бағдарламамен таныстыруға 6 минут уақыт беріледі. Уважаемые участники дебатов, вы ознакомились с биографией кандидатов, узнали, чем они занимаются. Теперь предоставим возможность каждому кандидату ознакомить присутствующих со своими предвыборными программами. На ознакомление с программой отводится 6 минут. В порядке жеребьевки мы предоставляем слово первому кандидату Канашеву Бейімбету Сакеновичу. Вам слово. Құрметті сайлаушылар, өзім бағдарламамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің сайлаулы бағдарламама бұндай мәселелер қарастырған болатынмын. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу бойынша шаруашылық жүргізу субъектілерінің басшыларымен, кәсіпкерлермен жұмыс жасау. Бұл бағдарлама аясында шаруашылық басшылары, сосын жергілікті кәсіпкерлермен тұрақты кездесулер ұйымдастырып, бұл кездесулерде нақты проблемаларды талқылап, шешімдерін іздеп, сондай-ақ ауылдың дамуына басым бағыттарын бірлесіп қарастыру болатын. Екінші бағдарлама бойынша мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде азаматтарға жұмысқа орналасуға және оқуға көмектесу. Өзіңіз білетіндей мемлекеттік бағдарламалар бар: жұмыспен қамтудың жол картасы, ауыл аманаты, еңбек, бизнес бастау деген сияқты бағдарламалар арқылы осы аудандық мансап орталығымен тығыз жұмыстанып, бұл бағдарламалардың мүмкіндіктерін округ тұрғындары үшін барша тиімді пайдалануға тырысамын. Шаруашылық субъектілерімен бірлесе отырып, ауыл шаруашылығы қызмет көрсету және қайта өңдеу салаларында жаңа жұмыс орындарын ашуға, ауыл тұрғындарын өзін жұмыспен қамтуға, жаңа қайтарымсыз гранттар алуға, сол бағытта өзім жұмыстанатын боламын. Үшінші бағдарламам бұл дипломмен ауылға жобасы аясында округте іске асуын қолдау көрсету. Бұл бағдарлама аясында жоғарғы және арнаулы оқу орындарына барып, түлектерін білікті мамандарды осы ауылға тарту арқылы, ол осы мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін қолдау көрсетемін. Менің мақсатым осы ауылымызда білім, медицина саласында білікті де білімді мамандар жұмыс жасауын қалаймын. Келесі мәселе бұл ауыл көшелерін жарықтандыруды қайта қалпына келтіру. Бәрімізге мәлім, ауылда жарықтандырылған көше ол тек қана қолайлы орта емес, сонымен қарай қауіпсіздіктің кепілі. Осы бағдарлама аясында жасақталған жобалық сметалық құжаттаманы талқылап, зерделеп, бюджеттен қаражат бөлігін өзім ұйымдастырып, сол атқаратын боламын. Келесі бағдарламаның аясында аз қамтылған көп балалы отбасыларды мүмкіндігі шектеулі жандардың назарына тыс қалдырмай қолдау көрсету. Осы бағдарлама аясында мемлекеттік қолдауға атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтардың нақты есепке алу және оларды осы көмекті алуға қол жеткіземін. Мемлекеттік бағдарламалар мен қайырымдылық қорларының мүмкіндіктерін пайдаланып, көп балалы отбасыларды кезекте тұрған халықты тұрғын үймен қамту мәселелерін қарастырамын. Жеңілдетілген несиелер, мүмкін гранттар болатын болса, сол гранттар бөлу мәселелері бойынша жұмыс жүргізіп, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін оңалту мен бос уақытты ұйымдастыру бағытында жұмыстанатын боламын. Әкіммен тікелей байланыс, егер де мені таңдайтын болсаңыздар, тікелей байланыс міндетті түрде болады. Тікелей байланыс үшін желілер жұмыс жасайтын болады. Рахмет, назарларыңызға көп.
Рахмет. Екінші кандидатымыз Тамғазиев Есенаман Жұмажанұлы. Қайырлы күн, құрметті сайлаушылар, сайлауалды бағдарламамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде көзделген қолдау шараларын пайдалану арқылы округ әлеуметтік экономикасын дамыту, одан әрі қамтамасыз ету. Қанай ауылында 60 орындық шағын мектепті салу, ауылдық мәдениет үйде күрделі жөндеуден өткізу және футбол алаңын ағымдағы жөндеуден жүргізу. Содействие и рассмотрение вопросов строительства малокомплексной школы на 60 мест села Канай и капитальный ремонт сельских дома культуры и текущий ремонт футбольное поле. Өздеріңіз білесіздер, енді Канай мектебі 1969 жылғы көне мектеп, сондықтан да осындай жоспарларды жүргізуге ықпал жүргізеді, және де сонымен қатар жаңа айтып өткен мәдениет үйі, міне өздеріңізде мәдениет үйінде отырмыз. Ескі, яғни күрделі жұмыстар жүргізу болады. Мына жерде өзіңіз білесіздер, іште жаңағы спортшыларға арналған бөлмелер бар, солардың барлығы да осы күрделі жұмыстардан жүргізуге және де ауылға ең жастарға тиімді, яғни жазғы уақыт футбольный поле, яғни соларды жұмыстарын жүргізуге ықпал етемін. Канай Дайнакөл ауылдық округтар арасында электр желілерін жаңарту, Канай ауылы бойынша жарық жүйелерін жаңасын ауыстыру бойынша шаралар қолдану. Принять меры по обновлению электрической сети между селами Канай и Дайнакуль, а также на новый село Канай. Яғни өздеріңіз білесіздер, жаңада көптеген осы сіздермен кездескенде айтылған болатын. Канай мен Дайнакөл ортасындағы электр желілері, Канай ауылының ішіндегі тоқтардың барлығы жаңасына ауыстыруға жұмыстар жүргізілетін болады. Ограничение рационального использования земли сельскохозяйственного назначения, сенокос, пашницы и также вовлечение в оборот неиспользованных и бесхозных участков. Яғни ауыл шаруашылықта, яғни шабындық, жайылым, егістік ұйымдарын пайдалану, иесі бар игерілмей жатқан жерлерді және де бос жерлерді мемлекет құзырына қайтару жұмыстары жүргізіледі, және де ауылдан өзін ұсынып, осындай жұмыстар жүргізілем дегендерге әрине заң аясында қолдау жұмыстар жүргізілетін болады. Инвесторларды тарта отырып, құс шаруашылығын, бау бақшаларды және де жұмыстарды дамытуға, жүзеге асыруға жан-жақты қолдау көрсетемін. Ауылдың бюджетіне салық және басқа да міндетті төлемдерді түсіруін арттыру. Осындай жұмыстар жүргізетін болады. Рахмет. Келесі кандидатымыз Сандыбекова Алмагүл Беркінғалиқызы. Сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Канай ауылдық округінің тұрғындары, сайлаушылар, сіздерге өзімнің сайлауалды бағдарламамды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ауылдық округтың инфрақұрылымын одан әрі дамыту, яғни көлік, байланыс, электрмен қамту салалары бойынша жұмыстарды жалғастырамын. Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтуға ықпал ету үшін мемлекеттік бағдарламалармен жұмыс жасап, шағын және орта бизнесті одан әрі дамытуға атсалысуға басшылық етемін. Қоғамдық тәртіптің сақталуына, ұрлыққа қарсы құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмысты күшейтемін. Балалар біздің болашағымыз, яғни балаларға арналған ойын алаңдарын ашуға атсалысамын. Таза Қазақстан жобасы бойынша жұмыстарды одан әрі жалғастырамын. Ауылдық округ бойынша абаттандыру, санитарлық тазалықты сақтау бойынша, ағаштарды отырғызу бойынша жұмыстарды жалғастырамын. Қойылған міндеттерді іске асыру үшін ауылдық округ бюджетіне салық түсімдерін ұлғайту және жергілікті қоғамдастықтың шешімімен әртүрлі жобаларға қаржы жұмсау бойынша жұмыстанамын. Жастарға рухани патриоттық тәрбие беру, спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруда, рухани әлеуетті жоғары қоғамды дамытуға барлық күш-жігерімді жұмсаймын. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы бойынша жұмысты жалғастырамын.
ауыл тұрғындарының пікірлері, тілектері, шағымдары әрқашан шешім қабылдау кезінде ескерілетін болады. Тұрғындар мен әлеуметтік желілер, азаматтарды жеке қабылдаулар және басқа да коммуникация құралдары арқылы кері байланысты жалғастырамын. Жергілікті қауымдастықпен белсенді өзара қимыл жасау арқылы тұрғындарды округтың басқару принципіне тартамын. Дальнейшее развитие инфраструктуры сельского округа, содействие трудоустройству сельских жителей через реализацию государственных программ, усилию совместную работу с правоохранительными органами, способствовал открытию детских игровых площадок, продолжил работу по проекту «Таза Казахстан», также работу по благоустройству санитарно-чистки села и посадке деревьев. Приложил все усилия для духовно-патриотического воспитания молодежи, развития спорта, формирования здорового образа жизни среди населения. Продолжил работу по принципу слышащего государства. Мнения, пожелания, жалобы сельчан всегда будут учитываться при решении. Также продолжил обратную связь населения через социальные сети, через личные приемы и другие коммуникационные средства. Вовлечение населения в процесс управления округом путем активного взаимодействия с местным сообществом. Көп рахмет. Ендеше екінші кезең кандидаттардың бір-біріне сұрақ қоюы. Құрметті қатысушылар, сіздер кандидаттардың сайлау алды бағдарламасымен толық таныстыңыздар. Ендігі кезекте пікірсайысымызды кандидаттардың сұрақ-жауап алмасуына көшеміз. Құрметті кандидаттар, қазір сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ жолдап, сол сауалдарға жауап беру керексіздер. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут аралығы болуы бекітілді. Ескерте кетейік, қойылатын сауалдар кандидаттардың жеке өміріне қатысты болмауы тиіс және ар-намысына тиетін сұрақтар қоюға тыйым салынады. Уважаемые кандидаты, теперь вы должны задавать друг другу вопросы и ответить на них. Установим время. Время вопроса 1 минута, время ответа 3 минуты. И по жеребьевке у нас начинает Канашев Беймбет Сакен-Улы. Кому вы вопрос задаете? Алмагүл ханымға бір сұрақ қойсам ба деп едім. Алмагүл ханым, сіз егер осы ауылдық округ әкіміне өтіп, ауылдық округ әкімінің міндетін атқарсаңыз, жаңа жергілікті бюджетке түсетін салым түсімін өсуіне қандай ықпалыңыз тигізіп, қандай жұмыстар атқарар едіңіз? Рахмет. Жалпы негізгі салық негізінен шағын және орта бизнестен түседі ғой. Сол шағын және орта бизнестің өкілдерін мемлекеттік бағдарламаларға қатыстырып, олардың жаңағы бизнестерінің, жеке істерінің дамытуына атсалысамын. Және де жаңа жұмыс орындарының ашылуына атсалысамын. Рахмет. Екінші кандидатымыз Тамғазиев Исенаман Жұмажанұлы. Сұрағыңыз кімге? Сұрақты Бейімбет мырзаға қояйын. Қазіргі таңда көптеген ауылдық жерлерде, соның ішінде Қанайда ауыл шаруашылық жерлері жетіспеуіне байланысты. Яғни сіз әкім болсаңыз, қандай жұмыстар, шаралар қолданар едіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Өте орынды сұрақ. Қазіргі бүкіл ауылдық округтерде кеңінен таралған мәселелердің бірі. Бұның шешу жолдары өте қарапайым. Қазіргі ауыл шаруашылық мақсатында жерлерді зерделеп, тиімсіз пайдаланып отырған немесе мүлде пайдаланбай тұрған жер телімдері болатын болса, соларды мемлекеттік меншікке қайтарып, халық мүддесіне жарату. Көп рахмет. Келесі кандидатымыз Сандыбекова Алмагүл Беркінғалиқызы. Сұрағыңыз? Менің сұрағым Исенаман Жұмажанұлына болады. Ауыл өз халқымен көрікті дейді. Ауылдың жабылып қалмауы негізінің бірі, халық саны өсуі, соның ішінде мектептің сақталуы.
сол жаңағы мектептегі балалар саны көбейту үшін қандай шара жасайсыз? Рахмет, Алмагүл ханым. Өте орынды сұрақ. Мектеп енді ауылдың тірегі, өздеріңіз білесіздер, бала санының азаюы, мектептің жабылуы бұл ауылдың ыдырауына әкеліп соғады. Сондықтан Канай ауылы, өздеріңіз білесіздер, республика жолында орналасқан үлкен ауылдардың бірі, яғни бұл жерге өзге ауылдардан отбасыларды алып келу және сондай-ақ аудан көлемінде өтіп жатқан әлеуметтік осал топтарға арналған салынып жатқан үйлерге, яғни осы ауылдан өтініш білдіріп, осы жерге үй салып, сол саладағы және де тұрақты кезеңде тұрған және де көп балалы отбасыларды осы ауылға алып келуге жұмыстану. Яғни мектептің жабылмауына сондай жұмыстар жүргізу деп айта аламын. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, кандидаттар? Жоқ. Ендеше үшінші кезеңге көшейік. Үшінші кезең қатысушылардан қойған сұрақтарға жауап беру. Құрметті ауыл тұрғындары, ендігі кезекте кандидаттарға өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сұрақтың бағыты Қанай ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуы атты пікірсайыс тақырыбында. Кандидаттардың жариялаған сайлауалды бағдарламалары аясында және өзге де өзекті мәселелер бойынша болу керек. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут болып бекітілді. Сұрақты жеке кандидатқа немесе жалпы барлық кандидаттарға арнап жолдауға болады. Пікірсайыс барысында кандидаттарды жақтап немесе қарсы үгіт жұмысын жүргізуге мүлде болмайтынын ескеруді сұраймыз. Бұл үгіт шарасы немесе лауазымды тұлғалардың есепті кездесуі емес, пікірсайыстың форматы мен регламентін жалпы ережені сақтайды. Ауылдастар, кандидаттарға сұрақ қойғанда олардың жеке өміріне қатысты болмағаны абзал және ар намысына тиетін іс-әрекет жасалмауы, сөйлеу мәдениетін жат сөздер қолданылмауы тиіс. Сұрақты жеке бір кандидатқа немесе жалпы барлық кандидаттарға арнап жолдауға болады. Вопросы можно задавать лично кандидату или общий вопрос для всех кандидатов. Просьба к вам. Вопросы не должны затрагивать личную жизнь, задевать честь и достоинство кандидата. Время дачи вопроса составляет 1 минута. Время ответа на нее должно не превышать 3 минут. Уважаемые жители села Канай, теперь вы можете задать интересующие вами вопросы нашим кандидатам. Вопросы должны касаться развития села и другие актуальные вопросы в рамках предвыборной программы кандидатов. Вопросы не должны касаться личной жизни кандидатов и не задевать честь и достоинство кандидатов. Ендеше сөз кезегі өздеріңізде. Сұрақ қоюшылар болса, кандидаттарымызға сұрақ қоюға болады. Жақсы, қазір сізге микрофон жеткізіледі. Здравствуйте, жители Канай, уважаемые кандидаты. И Санаман Рамажанович, мы с вами уже знакомы, вы неоднократно уже сюда до дебатов приезжали, с народом познакомились, и мы знаем, что у вас большая семья. И, конечно, это лично, но наша была просьба или даже требование, чтобы Аким проживал в Канае. И вы сейчас говорите про увеличение Каная, чтобы в поселке школа развивалась, побольше было детей. Если вы готовы переехать в Канай сюда и проживать здесь вместе со своей семьей? Рахмет, сұрағыңызды естідік. Бұл сұрақты да өткенде қойылған болатын. Енді былай айтайын, сіздерге 2009 жылы мен үкіметтен Бөрлі ауылында үй алдым. Қазірде ол үй менің үкіметтің қарауында. Сол жерде Аллаға шүкір 5 балам дүниеге келді. 6 жыл Ақсай қаласында жұмыс жасадым. Барып келіп жұмыс жасап жүрдім. Мына жерде менің айтайын дегенім, қазақта жақсы сөз бар, қалтаңда бет көретін айнаң болғанша, халқыңа тиетін пайдаң болсын деп айтады. Сондықтан менің жұмыс жасағаныма баға береді деп ойлаймын, чем ауылда тұрғаныма. Жұмысыма уақыт өте келе баға бересіздер деп ойлаймын. Екінші сұрақ. Понятен ответ вам?
Можете задавать второй вопрос. Мне конкретно не понять. Әлия, мен айтып тұрғаным сізге 5 балам дүниеге келді, бөрілде оқып жатыр, сол бөріне бітіреді. Ну, мне понятно, что вы просто сюда не переедете вместе со своими детьми. Мен жұмысымды, мен сізге айтайын, мен жұмысымды сіз деген мына жерде тұрғаныма емес, менің жұмыс жасағаныма баға береді деп ойлаймын халық. Второй вопрос по поводу дороги. Эта дорога длится уже 3 года, не может доделаться, достроиться. У нас здесь депутат Кайрат Турегенович, неоднократно который присутствовал на этих всех собраниях, обещали вместе с Есполом Демисиновичем эту дорогу сделать. Но наш Демисинович канул, не знаю куда, и дорога осталась. Вы готовы ее, не знаю, доделать в течение, до сентября хотя бы? Енді, құрметті сайлаушылар, мен сіздердің алдарыңызда, яғни үміткермін. Әкім болған жағдайда, осы жаңа өзімнің бағдарламамда айтып кеттім. Барлық жұмыстарды, барлық жинаған күш жігерімді, тәжірибемді осы жердегі, осы ауылдың көркеюіне, осы барлық, яғни кіреберістегі 2-6 шақырым емес, яғни ауыл ішілік жолдарын түсуіне барлығына жұмыстанамын деп айтамын. Этот вопрос ко всем кандидатам. Готовы ли они дорогу доделать конкретно? Не вот эти обещания, которые мы ждали уже 3 года. Второй кандидат ответил. Слово первому кандидату. Рахмет сұрағыңызға. Бұл жол естуім бар. Ұзақ жылдар бойы салынып жатырған менің білуімше мердігер ұйымда анықталған болатын. Мердігер ұйымның құрылыс монтаж жұмыстарының созғанында мәлім. Шатыспасам, уақыты қыркүйек айына дейін. Енді Алла қаласа әкім болып жатырсам, осы мердігер ұйыммен тығыз жұмыстан нақты қандай проблема болып жатырған анықтап, сол бағытта жұмыс жасайды. Міндетті түрде бір қолға аламыз. Рахмет. Рахмет. Үшінші кандидатымыздың жауабы. Бұл мәселе туралы мен хабардармын. Бізде мемлекеттік сатып алу деген заң бар. Кейде біздің қалауымыз сол заңмен өріне келмейді. Яғни, мен былай жасағым келсе, заң бізге шектеу қояды. Сол заңның аясында басталған жұмыс тоқталып қалды. Мен білуімше бұл жұмыстар жалғастырылады, биыл жалғастырылады. Мен егер Канай ауылдық округінің әкімі болсам, сіздермен бірлесіп, сол жасалып жатқан жолдың сапасын бақылауға дайынмын. Бұл тапсырыс беруші ауылдық округ емес, аудандық бөлім. Яғни сіздердің айтып отырған наразыларыңызды, сөздеріңізді сол бөлімге жеткізе аламын, жеткіземін. Көп рахмет. Сұрағыңыз бар ма? По поводу площадки. Неоднократно я этот вопрос поднимала, да, Кайрат Турегенович, на всех собраниях. Тоже обещали, грубо говоря, лапшу на уши повесили. Такие нету. Это не площадки, ничего. Наши дети играют просто там на поле. Кто возьмет за эту ответственность и сделает это поле? А не надо нам говорить, что у нас там тендер конкретно. Месяц поле будет готово, а не так, чтобы нам водили нас за нос. Всем кандидатам вопрос. Начинаем с первого кандидата. Насчет футбольного поля. Футбольного поля. Насчет футбольного поля. Но здесь нужно будет рассматривать такие моменты. Изготавливался проект спецдокументации. Если изготавливался, если возможно выделить средства, и если такие возможности есть, то в принципе я не вижу никаких оснований это тянуть. Спасибо. Екінші кандидатым. Футбол алаңы бойынша жаңа өзімнің бағдарламамда айтып кеттім. Ол да бір ауылдың үлкен өзекті сұрақтардың бірі. Енді бұл жерде жаңа сіз айтқандай бір ай ішінде шешілмейді, өйткені өзінің жұмыс жобасы бар, мемлекеттік сараптамадан өтуі бар, соның барлығы. Бірақ сол алаңды ауылға алып келуге, яғни футбол алаңын қайта салып келуге барлық жұмыстар жүргізуге ықпал етеді. Рахмет. Үшінші кандидатымыз. Если имеется готовая сметная документация, и если есть
в сельском округе финансы располагать, то в этом году это можно сделать. Дороги делает другая организация, а спортивную площадку будет делать местный сельский акимат. Дороги делает отдел ЖКХ. Отдел ЖКХ. Совсем другая организация. Микрофон жеткізілсе, сұрағыңыз бар ма? У вас есть вопрос? Здравствуйте, меня зовут Ранибек, я проживаю здесь. У меня еще такой вопрос. У нас помимо основной дороги есть еще одна дорога, которая ведет напрямую в Бурлин. Вот эта дорога, она не относится к Канаю, она относится к Бурлину. И она основная у нас дорога, там супермаркеты, дети у нас в колледже учатся там. И там постоянно бывает такая проблема, что ее друг на друга два поселка перекидывают. Это зимой снег не чистят, потом летом после весны грязь, никто эту дорогу не выравнивает. Но она у нас основная идет. В общем, быстро 3 километра до Бурлина доехать до супермаркета. Вы вот этот вопрос решите с этой дорогой? Возьмете эту дорогу под наше хозяйство, чтобы каждый год ее ремонтировали, ветером проходили, чистили. Всем кандидатам вопрос. Да, всем понимаю. Хорошо, начинает первый кандидат. Но если есть ответы другим кандидатам, можете. Рахмет сұрағыңызға. Түсінікті. Өзіңіз білетіндей, негізі бүкіл населенный пункттардың өзінің границасы бар. Нақты граница шеңберінде біз құзыретімізді мысалы атқарамызды конкурстарда шығарған кезде күтіп ұстау бойынша жолдарды. Ол нақты сол граница шеңберінде ғана не істейді, жұмыстарын атқарады. Біз одан артық, мысалы Бөрлі ауданына шегінен шығып кететін болса, онда ол дейтін Бөрлі ауылының міндеті болып саналады. Бөрлі ауылының әкімдігінің міндеті болып саналады. Сол себепті анықтау керек, барып қарау керек, қай жерден, қай жерге дейін біз жасаймыз, қай жерге дейін көршілес ауыл округі жасайды. Рахмет. Келесі кандидат. Бөрлі мен Канай әрдайым тығыз қатынаста, яғни осы Канай ауылының оқушылары, балалары колледжде, мектепте, яғни Бөрлі спорт кешенінде, футболға да барлық спорт секциялары осы екі ортада жолмен жүреді. Бұл енді қыс мезгіліндегі проблема деп ойлаймын, өйткені жаңа айтылған мына жол дұрыс болатын болса, көктемгі уақытта үлкен жолмен, яғни қыс мезгілінде тіке жол, жаңа айтылған супермаркеттерге бару үшін бұл жолды қарын ашу, яғни тазалау осы қолымыздан келеді деген айталады. Жолын ашып тазалап тұруға. Яғни екі ауылға қарым-қатынасты. Яғни медпунктқа, яғни больницке баруға да осы тіке жол, әрине былай айналғанда тіке жол жеңіл, сондықтан осы жолды ашуға, яғни халыққа, екі ортаға доступ болуға жұмыстар. Я не буду вам обещать, что буду чистить эти дороги, зимой очищать от снега, так как нужно сперва определиться, к какому сельскому округу относится. Например, если это Бурлинский сельский округ, тогда мы не имеем права в чужой округ заходить и выполнять какие-то работы. Потом нужно определиться, является ли она как дорогой или просто степная дорога, которую население само предложило. Но если на Бурлинский, тогда Канайский сельский округ, тогда не может его содержать. Строить. Но это, видите, вы же хотите сейчас, чтобы это зимой было. В этом году, в ближайшее время это не будет. Но в будущем, да, возможно. Если вы это будете говорить, ваше пожелание будет дальше доноситься. Надо определить, чтобы каждый год мы не говорили об этой проблеме. Ну вот в Бурлине вот эти земельные участки примерно ориентировочно, наверное, в следующие годы начнут выдаваться. Там дальше год-два, наверное, начнут дороги строить. И после этого вы можете вопрос поднимать. Спасибо. Время у нас заканчивается, к сожалению. Мы все ваши пожелания, просьбы, вопросы все услышали. Көп рахмет. Құрметті кандидаттар, осы сәтті пайдалана отырып сайлаушыларға қандай үндеу жасар едіңіздер? Жаңадан бері біздің қатысушыларымыз сіздерге үндеу жасап жатыр. Енді оларға қандай үндеу жасайсыз? Қысқадан нұсқа, 1 минутқа дейін сөз өздеріңізде. Бірінші кандидатымыз. Құрметті сайлаушылар,
көтеріліп жатқан мәселелерге аса зор мән беру керек. Түсінеміз, халық болып, ол тек қана әкім өзінің міндетін атқарады, но халықтың қолдауы болатын болса, бұл жұмыстар дейтін одан сайын атқарылады деп есептеймін. 22 күні сайлауға өздеріңіз отбасыларыңызбен, туған-туыстарыңызбен бірге өзіңіз таңдау жасауыңызға шақырамын. Рахмет көп. Рахмет. Екінші кандидатымыз, рұқсат. Құрметті сайлаушылар, енді мен сіздермен жалпы бір айға жуық әрдайым осы жерде кездесіп, жеке де барлығыңызбен кездесіп келдік. Енді менің айтарым, баршаңызды 22 күні сайлауға шақырамын. Сіз болып, біз болып бірлесіп, яғни осы ауылдың көркеюіне, осы ауылдың жарқырауына бірлесіп жұмыс жасауға шақырамын. Рахмет. Үшінші кандидатым. Құрметті Канай ауылдық округінің тұрғындары, сайлаушылар, өздеріңіздің алтындай уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі дебатқа белсенді қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Бірер күннен кейін ауылдың тағдыры шешіледі деп айтуға бар. Баршаңызды белсенділік білдіріп, сайлауға қатысуға шақырамын. Көп рахмет. Құрметті жиынға қатысушылар, осымен пікірсайысымыз аяқтала келді. Жоспарлаған кезеңнің барлығын өткіздік. Кандидаттарға және белсенді сұрақ қойған тұрғындарға рахмет айтып, сәттілік тілейміз. Қанай ауылдық әкімін сайлауға белсене қатысып, азаматтық ұстанымдарыңызды бір ауыздан білдіреді деп сенеміз. Бұл елдегі реформаларға қосылған нақты үлес, халықтың еркін білдіруінің нақты көрінісі болады деп біздер сенеміз. Сау болыңыздар.